Әлемдік статистикаға сай халық саны мен шенеуніктердің үлесі бойынша Жапонияда көрсеткіш ең төмен екен. 14 мың адамға бір мемлекеттік қызметкерден. Ал бізде 18 миллиондай адамға 100 мың шенеунік, яғни 180 адамға бір мемлекеттік қызметкерден келеді екен. Осы тақырып бойынша көкейімізде жүрген сауалдарға жауап алу үшін біз бүгін студиямызға саясат ғылымдарының кандидаты Дастан Көшербаев мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз, Дастан Бақтыбекұлы. Жалпы осы кадрлық резервті іріктеу қалай жүрді, қаншалықты ашық жүрді? Енді кадрлық резервті жасақтау өте әділ өтті. Себебі бірінші кезеңде 2 тестілік байқаудан өтті. Бірінші, егер олардың біліктіліктерін, шешім қабылдау ұшқырлықтарын бағаласа, IT нелерін бағалайтында болса, қабілеттерін бағаласа. Екіншісі, ол жаңағы эссе жұмысында жазды. Эсселердің барлығын бір емес, 1-2 маманнан бағалап көрді. Және олардың аты жөндері 3 кодты. Төтеннен кіріп кету, жаңағы қоңыраулар шолу деген болған жоқ. Ондайлар болған емес. Тіптен айтып отырмыз, эксперттердің өзі де кімдердің бағалап атқандығын да білген жоқ. Себебі олардың аты жөндерінің барлығы кодтық деңгеймен бағаланған болатында, яғни білмеді. Яғни субъективті жаңағы басқа дүниелердің барлығына жол берілген емес. Яғни сырттан араласу болған жоқ. Сырттан араласу болған емес. Нағыз мамандар өтті. Жақсы түсінікті. Енді осы кадрлық резервке іріктелген азаматтар, мысалы, еліміздегі мемлекеттік қызмет саласын жетілдіруге қаншалықты ықпал етеді? Үлесі қандай болады? Оны қашан сезіне аламыз? Енді бұл президент кадрлық резервтің бүгінгі таңда өте 35 жастағы өте білікті мамандар жиналып отыр. Себебі бұлардың барлығы әр саланың мамандары. Өз салаларында белгілі деңгейде жетістікке жеткен, біліктіліктерін шықты, тәжірибесі мол, білімді өте жастар. Жергілікті жағдайды біледі ғой. Әрине, бәрі көбі айтып отырмыз, өз салаларының мамандары. Соларды біздер алып, іріктеп алып, ендігі деңгейде олардың қазіргі таңдағы өздерінің көзқарастары бар, өздерінің ойлары бар, белгілі саланы өзгертуге қажет деген. Солардың біліктілігін, білімділігін пайдаланып, әр саланы біз дамытқымыз келіп отыр. Соларды тарта отырып. Бәрекелді, жақсы. Осы резервке іліккен азаматтар қандай талаптарға сай болу керек? Енді бұлардың барлығы айтып отырмыз, жаңа басында да бағаланған кезде бұлардың білім деңгейлері, ой өрістерді бәрі бағаланған болатын. Бүгінгі таңда мынау құзыреттіліктері мемлекеттік қызметшіге өте жоғары. Оның ішінде бүгінгі олардан сұралатындығы осы өзгермелі заманда шешім қабылдай білу, кәсібилігі, әрине бірінші кезекте олардың осы ісіне деген адалдығы, категория бар ма? Әрине, жанашылдығы, өзінің отан сүйгіштігі мәселелері олар өте жоғары бағаланады. Себебі олардың барлығы өз қазіргі таңда бір нәрсені ұмытпайық, олар өз қазір істеп жатқан мамандықтарын тастап, сол қызметке келеді. Яғни өз еліме, жеріме, отаныма үлес қосам, өз ойларын жүзеге асырам деген оймен еліміздің болашағы үшін. Сондай оймен келеді.